Алла берекет берсін баршаңызға. Алла өмірлеріңізге, мал жандарыңызға, ризық несібелеріңізге, ұрпақтарыңызға, дүние мен ақыреттеріңізді Алла тағала абат қылып берекет берсін. Алла тағала басып келген қадамдарыңызға үлкен жақсылықтар берсін. Пайғамбарға деген құрметтеріңіз үшін Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге жәннатта қасында сахабалармен бірге сұхбаттасып отырды. Баршамызға нәсіп етсін. Мұса пайғамбарды көруді нәсіп етсін Алла тағала. Ол кісіге айтатын әңгімеміз бар: я Раббым, онымен кездестіре көр бізді. Жағына 5 уақыт намаз туралы айтамыз ғой ертең, Құдай қаласа, айтамыз кездесіп жатсақ иншалла. Рахмет деп айтамыз ғой 50 уақытты 5-ке түсіріп берген үшін. Я Раббым Алла, баршамыздың ақырымызды қайырлы қыл. Я Раббым Алла, өзің сүйетін ізгі амалдарды жасауды және өзіңмен разы болған күйде қауышуымызды баршамызға нәсіп ете көр. Саллаллаху аля Мұхаммадин ва аля алейхи ва сахбихи ва саллим. Бирахметике я архамар